Жамбасқа укол салудың ең тиімді жолы. Біз жамбасқа укол салмас бұрын оны ойша 4 бөлікке бөлеміз, сөйтеміз де сыртқы жоғарғы бөлшегіне саламыз. Қалған 3 бөлікке салуға болмайды. Себебі ішкі бөлігінде көріп тұрғандарыңыздай бізде үлкен қан тамырлары және нервтер өтеді. Егер біз уколды ол бөлшектеріне салатын болсақ, міндетті түрде тамырларды және нерв жүйелерін зақымдап, жамбасымызды абсцесске алып келуіміз әбден мүмкін, немесе паралич болуы да әбден мүмкін. Келесі, төменгі бөліктеріне салуға болмайды. Не үшін? Себебі ол жерде май шелдері орналасқан. Бұл жерде май орналасқаннан кейін укол кірген кезде, яғни дәрі барған кезде ол жерде ол дәріні жалпы организмге сіңдіретін қан тамырлары өте аз орналасқан. Сондықтан да ол жерде әртүрлі қатпарлар, шишкалар пайда болуы мүмкін. Сол үшін де бізге ең тиімді орын жамбастың сыртқы бөлшегі болып табылады. Біз инен ұстаған кезде тікке 90 градуста ұстауымыз керек. Ал укол жалпы жамбасқа салған кезде 1 сантиметрде қалдыруға болады. Себебі әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Ине сынып кеткен жағдайда инені шығарып алатындай 1 сантиметрдей қалдырып уколды салуымыз керек. Сонда ешқандай да шишка қалыптаспайды, нерв те зақымданмайды, барлығы өте жоғары деңгейде өтеді.